қалай? Бүгінгі кешкі асқа мен үйде адам аз болғандықтан жұмыртқа, 3 жұмыртқамен бұған нан, көбінесе өйтіп желінбей қалады да. Желінбей қалыватқан жағдайда мен жұмыртқаға батырып, соны қуырып жейтін боламын. Сіздерге соны көрсетейін. 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқа. Жұмыртқа жаруды білмеймін. Жүкті күшті көп жарады. Бүйтіп жарайды. Осылай араластырып аламыз. Сосын негізі нанымызды тура қойдым. Қатты болған дұрыс. Мына жерде свежий нан. Енді соны жасай береміз. Негізі қатты нан болған дұрыс. Шама кептіріп салафаннан алып кептіріп қатыңқы болса, сол кезде әдемі болып шығады. Свежий наннан жасайын деп жатырмын. Кішкентай сүт қоссам. Кішкентай сүт қосайын. Әркімнің өзінің идеясы әртүрлі шығар. Қант қостым, тұз қостым. Осыны алып кеттім. Жұмсақ болғасын мен осындай бір жері қоздырап тұрады. Қатыңқынан қатысты. Кеше нан шығарды керек. Çay kaynat, әдейі күйдіріп кіріп пісірді. Маған бұлжыраған ұнамайды. Өстіп қаттап болған жақсы. Сайлау болғанда. Соңғысын бүйтіп жүреміз. Кофе ішеміз. Кофе.
Опа. Осылай болады. Не осылай кешкі асты ішетін деп отырмын. Сіздерге де осылай жасауын. Кәдімгі